Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сөз мәдениетінің адам қарым-қатынасындағы орны, сөйлеу шеберлігі және тіл мәдениеті, ауызекі сөйлеу стилі, қосымшалардың жазылуы. Сабақтың мақсаты сөз мәдениетінің адам қарым-қатынасындағы орны, сөйлеу шеберлігі және тіл мәдениеті, ауызекі сөйлеу стилі, шылау және одағай сөздердің жазылуы. Қосымшалардың жазылуы одағай туралы мағлұмат беріп, одағайдың түрлері, айтылу ерекшеліктері, жазылу емлес және кеңірек түсінік беру, сөйлем ішінен тауып, түрлеріне ажыратуды үйрету. Адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас құралдарының ішіндегі өмірде кең қолданылатыны және аса маңыздысы тіл. Сондықтан адамдар арасындағы қатынас мәдениеті туралы айта отырып, сөз мәдениетіне соқпай кету мүмкін емес. Сөз мәдениеті екіге бөлінеді: ауызекі тіл мәдениеті және жазба тіл мәдениеті. Тіл мәдениетіне барар жолдың бастауы сөйлей білу. Тіл адамзаттың бір-бірімен пікірлесуін, түсінісуін қамтамасыз ете келіп, тілдік қарым-қатынасты іс жүзіне асырады. Тілдік қатынас адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсінісу, айту, пікірлесу тағы басқалары әрекетіне тікелей қатысты құбылыс. Қазақ тілінің сөз мәдениетін көтеру ұлттық мүдде талаптарының бірі. Қазақ тіл мәдениетінің үлкен бір саласы сөйлеу мәдениеті. Оны жоғары деңгейге көтерудің басты заңдылығы дұрыс айту нормалары. Жазу және сөйлеу мәдениетінің қазақ әдеби тілін қалыптастырудағы орны және оның орфографиялық ережелерді жүйелеу мәселелерімен байланысы қазақ тіл білімінде жан-жақты зерттеліп келеді. Сөйлеу мәдениетін ұлттық мүдде ретінде тану, сөз мәдениетіне әлеуметтік көзқарасты қалыптастыру, сөз мәдениетін әлеуметтік ғылымдар мен ұлттық мәдениеттің ең басты іргесі тірегі ретінде бағалау, сөз мәдениетін ұлттық мәдениетімен қатар насихаттау негізінде тіл мәдениеті дамиды. Ауызекі сөйлеу стилі тілдің негізгі қызметі қарым-қатынас жасау қызметінің жүзеге асуына байланысты. Бұл өте кең таралған функционалды стиль. Тұрмыста, отбасында, өндірістегі бейресми қатынастарда адамдардың еркін қарым-қатынас жасау саласын қамтамасыз етеді. Ауызекі сөйлеу стилі өте функционалды стильдерге, әсіресе олардың ауызекі түрлеріне ықпал жасайды: баяндама, дәріс, пікірлер, тағы басқалары. Ауызекі сөйлеу стилі өзіндік ерекшеліктерін жасайтын айрықша белгісі жағдайға байланысты сөйлеу мәнері, эмоцияға қарай тілдік бірліктерін қолдану өзгешелігі болады. Бұл ерекшелігі ең алдымен ондағы лексика, фразеология байқалады. Ауызекі сөйлеу стилі өзі іште бірнеше тараптарға бөлінеді. Бірінші ауызекі сөйлеу стилі диалогқа құрылады. Қатысушы екі адам. Интонация ерекше қызмет атқарады. Сөйлеу тілінің тағы бір ерекшелігі монолог. Бір кісінің сөзі, көпшілік алдында сөйлеу, баяндама, дәріс, консультация, тағы басқалары. Ауызекі сөйлеу стилі әдеби кейіпкердің сөйлеу ерекшелігімен мінезін таныту үшін ол өмір сүрген ортадағы жергілікті диалект сөздерді стильдік мақсатта әдеби қолданады. Ауызекі сөйлеу стилі тілдің көркемдегіш, бейнелеуішті тәсілдері де қолданылады. Теңеу, эпитет, гипербола, мысалы өгіздей біреу алдымнан шыға келді дегенде, бұл жерде теңеуді байқайсыздар. Бұл әдебиет теориясына жатады, яғни әдебиет теориясы өз ішінде жаңағы эпитет, гипербола тағы басқалары. Ауызекі сөйлеу стилі ерекшеліктерінің екінші түрі оның эмоционалығы. Өйткені айтушы өз эмоциясын сол сөздің аясына сыйғызуға тырысады. Мысалы, көбірек сөйлеп кетті. Бәсеңдеу түрі, бірақ эмоция сезіледі. Мылжыңдап кеттің ғой, эмоцияның қатаң түрі. Ауызекі сөйлеу стилінде қыстырма, қаратпа, одағай сөздер жиі қолданылады. Мысалы, айналайын-ау, сені түсінеді деп айтып отырмын. Сондай-ақ сыйлау, құрметтеу, кішірейту, еркелету амал-тәсілдері көбірек пайдаланылады. Ауызекі сөйлеу стилі басқа стильдердің өзгешелігі мен ерекшелігі ең алдымен синтаксистен сөйлем құрылысынан байқалады. Стильдің бұл түрінде сұраулы, лепті сөйлемдер қатысады, диалогке құрылады. Ауызекі сөйлеу тілінің стилі ой көбіне автоматты түрде, аяқ астынан дайындықсыз айтылады. Одағайдың түрлері: одағай көңіл-күй, шақыру, жекіру. Суретте сіздер одағайдың қуану,
түрлерін бәрін көріп отырсыздар. Қазір енді тапсырмаларға көшеміз. Деңгейлік тапсырмаларға келетін болсақ, бұл 3 деңгейде қарастырылған. Бұдан бұрында біз деңгейлік тапсырмаларды өткен сабақтарда да орындап жүрміз. Сондықтан қазір бірінші деңгейге көшетін болсақ, төмендегі сөйлемдердегі одағайдың астын сызыңдар. Әй, шырағым балам, әуелі ар жағында әкең тұр, соған сәлем бер. Уа, қой деймін бала. Ойпырмай, мынау не деп отыр өзі? Міне осы сөйлемдерден сіздер одағайдың тауып астын сызасыздар. Бұл бірінші деңгейдің тапсырмасы. Яғни біз жеңілден жаңағы қиынға қарай ауысамыз. Екінші деңгейде көп нүктенің орнына тиісті одағай сөздерді қойыңдар. Яғни сіздерге керекті сөздер беріліп тұр, ақылеп, ухлеп, алақай, ойпырмай. Осы сөздерді тиісті жеріне сөйлемнің мағынасына қарай қарастырып өздеріңіз орнына қоятын боласыздар. Үшінші деңгейде төмендегі одағай сөздермен сөйлем құраңдар. Шіркін-ай, әй, ойпырай, қап. Міне осы төмендегі одағай сөздермен сөйлем құрайсыздар. Сіздер өздеріңіз бір сөзде шіркін-айға 2 сөйлем құрауларыңызға болады. Әй деген одағайға 1 сөйлем, енді өздеріңіз білесіздер. Негізі кім қанша сөйлем құрайлады, сонша құрауларыңызға болады. Бұл сіздерге берген деңгейлік тапсырмалар, өйткені бұда шегі жоқ. Әркім өзі солай орындауға тиісті. Семантикалық карта дегенде бұл жерде сіздерде сызба берілу керек негізінен. Бұл сызбада, яғни бірінші жаңағы одағайдың түрлері тұрады. Одағайдың түрлері көңіл күй, шақыру, жекіру деп бөлініп тұрады. Соған сіздер мына сөздерді орналастырасыздар. Мысалы, алақай, яғни ол көңіл күйді білдіріп тұр ма? Көңіл күйге апарасыздар. Сол жерге барып плюс қойып сөздерді орналастыратын боласыздар. Осы бұл тапсырмаларға бірнеше уақыт берілетін болады. Орындап болғаннан кейін сіздерден ақырындап сұрап тексереміз.
Қосымшалар сөзінің соңғы буындағы дауысты дыбыстың әуеніне қарай буын үндестігі бойынша я жуан, я жіңішке болып жазылады. Мысалы, жұмысшылардың, институттар, пленумда, бюллетендер, мұғалімге, поляктар. Мысалы, біреуіне тоқтала кететін болсақ, жұмысшылар дегенімізде. Бұнда түбір сөз жұмыс, жуан. Енді осындағы шылардың деген, яғни түбірдегі сөз жуан болса, қосымша жуан жалғанады. Бұны біз негізі буын үндестігі немесе сингармонизм заңы деп атаймыз. Ескерту: күнә, шүбә, іңкәр, күмән, күләш, күләй, мүтәл сияқты соңғы буында жіңішке әріп жазылатын сөздерге қосымшалар жіңішке түрде жалғанады. Тек барыс, жатыс, шығыс жалғаулары мен етістік тудыратын ла жұрнағы жуан түрде айтылып, жуан жалғанады екен. Мысалы, күнәсіз, күнәлі, бірақ күнәға, күнәдан, күнәсін, күнәлау. Шүбәсіз, шүбәлі, бірақ куәға, куәдан, куәда. Куәсі, куәлік, бірақ куәға, куәдан, куәда. Күмәнсіз, бірақ күмәндану, күмәнға, күмәнінен, күләштін, бірақ күләшқа. Өйткені жоғарыда айтып өттім мен. Барыс, жатыс, шығыс жалғаулары бар, және етістіктің ла тудыратын жұдақтарында қосымша жуан жалғанады деп. Оны өздеріңіз міне мысалдан көріп отырсыздар. Енді келесі тапсырмамыз 5 саусақ әдісі деп аталады. Яғни адамның 5 саусағы берілген, әр саусақта тапсырмалар орналастырылып тұр. Біз бұдан да бұрын орындаған болатынбыз осы әдісті. Бүгін міне сол әдіс бойынша 5 тапсырма беріліп тұр. 5 саусақ бойынша бүгінгі тапсырмадан біз не алды? Бүгінгі тапсырмадан бүгін мен не үйрендім? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгінгі көңіл күйім қандай болды? Басқаларға көмегім тиді ме? Өзімді қалай сезіндім? Яғни осы сабақта өзімді қалай қандай әсер алдым деген сияқты. Бұны басқада айтқанда рефлексия деп айтуға болады, сабақтың рефлексия қорытындысы деп. Енді сіздерде 5 саусақ әдісі болғаннан кейін сіздер осы әр сұраққа бір ойдан түйін жазып өтесіздер өздеріңіз. Енді бұғанда қазір 15 минут уақыт беріледі. Одан кейін уақыт болғаннан кейін сіздерден ақырындап сұрай бастаймыз.